Дәмі өте дәмді, ерекше болып шығатын қарақат қосылған синнабоны дайындаймыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Арасы осындай болып шығады. Ал кеттік, онда бастайық. Ең алдымен кеңірек ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстінен құмшекер мен дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін майлықпен жауып, жылы жерге 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің апарамыз осылай көтерілді. Енді оған дәміне қарап ванилин, тұз және де ерітілген сары майымызды қосамыз. Сары майды микротолқынды пеште не болмаса водяной баняда ертіп алсаңыздар болады. Үстінен бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қоса отырып араластырамыз. Електен өткізілген ұнды пайдаланыңыздар, себебі електен өткізілген кезде арасында клюковина пайда болады. Сол себепті біздің қамырымыз жақсы көтеріліп ашитын болады. Венчикпен араластыру ыңғайсыз болғандықтан ары қарай қалған ұнымызды сала отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты, бірақ қолымызға жабыспайды. Бетін құрғақ майлықпен жауып, жылы жерге көтерілгенше 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмамызды дайындаймыз. Сотейнигімізге қарақат саламыз. Қарақат менен морозильниктен шыққан, алдын ала ертіп алған жоқпын. Үстінен құмшекер және де крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, жай отқа қоямыз. Қарақатымыз қайнаған соң пеште 5 минут тағы да қоюланғанша ұстаймыз. Біздің салмамыз дайын болды. Оның қоюлығы осындай болуы керек. Енді оны бөлек ыдысқа салып, жақсылап суытып аламыз. Біздің қамырымыз осылай жақсылап көтеріліп ашыды. Иісі өте керемет. Ашыған қамырды өте қатты жақсы көремін. Енді осы қамырымызды 2 теңдей бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың бір бөлігін тік төртбұрыш етіп, оқтаудың көмегімен ұн себе отырып жаямыз. Қамырымызды жайып алған соң, салмамыздың жарты бөлігін салып біртегіс етіп жағып шығамыз. Қамырымыздың ұзын шетінен бастап, осылай нығыздап орап шығамыз. Оралған рулетімізді теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Противенімізді майлап, булочкаларымыздың арасын 1,5-2 см арақашықтықта орналастырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Булочкаларымыз осылай көтерілді. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Булочкамыз пісіп дайын болғанша бетіне жағатын креміміз дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сливки, творожный сыр және де қант ұнтағын салып, барлығын бір текті масса шыққанша араластырамыз. Булочкаларымыз дайын болған соң бетіне кремді аямай жақсылап барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа синнабонның рецепті бар. Описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Біздің синнабонымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шықты. Иісі деген өте керемет. Егер сіздер қышқыл жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.